Сәлем баршаңызға, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен картошкалы шариктердің рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен картошканы осылай қабығынан аршып, арнайы ыдысқа салып, үстіне суды құйып, газ печкада жақсылап жұмсақ болып піскенше пісіріп аламыз. Енді осылай піскен картошканың үстіне тұз салып, азғантай сүт құйып, осылай арнайы езгіштің көмегімен езіп аламыз картошкаларды. Дайындап міне езіп алдық. Енді оның үстіне 2 қасық ұнды салып, тағы да жақсылап езгішпен араластырып аламыз. Шілей сұйық болып кетпеу керек. Енді картошкалы шариктің ішіне сыр салатын боламыз. Сырымызды алдын ала жақсылап турап аламыз, 4 бұрышты етіп. Міне сырды да дайындап алдық. Енді картошканы осылай алақанымызға алып, бір қасықтан ішіне бір дана 4 бұрышты сырды салып, домалақша етіп, дайындап алған нан ұнтағымыз, бір жұмыртқаны шағып, домалақ шариктерді бірінші жұмыртқаға малып, одан кейін нан ұнтақтарына домалатып аламыз. Бұл шариктерді жасап жатқанда міндетті түрде қолдарыңызды суға малып тұрыңыздар. Өйткені жұмысымызға кедергісін тигізбейді. Әдемі болып домалақтарымыз күшті шығатын болады. Осылай нан ұнтағына домалатып аламыз. Енді дайындап қойған, алдын ала қысып тұрған майымызды осылай 2 шетін қызартып пісіріп аламыз. Дайын тұрған картошкалы шариктарымызды осылай майға салып, 2 шетін қып-қызыл етіп пісіріп аламыз. Сырты қып-қызыл болып піссе жетеді бізге. Ішіндегі заттың барлығы піскен өйткені. Достар, менің YouTube арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Міне картошкалы шариктеріміз пісіп шықты. Осылай қып-қызыл әдемі болып пісіп шығады. Әртүрлі мереке болсын, жиын тойлар болсын. Осындай картошкалы шариктер дастарханыңызда ерекше болып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балдарыңызды да бір қуантып жасап беріңіздер. Осылай ішін бөлген кезде сырлары еріп ерекше көрініп тұрады. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ас болсын.